Армысыздар, құрметті ұстаздар, кеш қонақтары және оқушылар. Қазақ әдебиетінің ақсұңқары, Қазақстанның қоғамдық тарихында абыройы орын алатын, қазақтың белгілі жазушысы, ақын, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, сазгер Сәкен Сейфуллинге арналған әдеби сазды кешке қош келдіңіздер. Бүгінгі кешіміздің құрметті қонағымызбен таныс болайық. Гүлжайнар Қалдина, ақын, Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының директоры. Халқының заңғар биік бір өлкесі, бір өзі байтақ жатқан жер өлкесі. Көркіндей Көкшетаудың қияпаты Аққожан, сері көңіл ол еркесі. Сәкен Сейфуллин қазақтың бір туар ұлы. Өлімге жан екенсің қия алмайтын, өлеңнің құшағына сия алмайтын. Қазағың қане десе мінекей деп, көрсетсе жер жүзіне ұялмайтын деп, ақын Сырбай Мәуленов жырлаған Сәкен кім? Сәкен Сейфуллин Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында туған. Өзінің өмірбаяны туралы бір жазғанда: әкем саятшы, аң аулағыш, домбырашы, ақжарқын жайдар адам, шешем әңгімешіледі дейді. Орыстың танымал жазушысы Галина Серебрякова Сәкен Сейфуллинмен Мәскеуде қалай кездескен туралы былай дейді. Сәкен Сейфуллин мені өзінің қажырлы, сұлу сыртқы кескінімен қайран қалдырды. Ол адалды батыл көзбен қарайтын. Сонда ол көне парсы фрескаларындағы жеңімпазды жігерлі жауынгерге ұқсап кетеді. Мен таныған Сәкен Сейфуллин Қазақстанның бір бөлшегі сияқты. Сәкен бар жан жүрегімен туған елінің, өз халқының ел баласы еді. Халқына жаны пида жақсылардың бірі еді. Қазақтың сырбаз Сәкені қазақ кеңес әдебиетінің қарыштап дамуында үлкен рөл атқарған жаңашыл ақын. Өзінің бар өнерін халық мақсатына, туған елінің жарқын болашағына арнап, жаңа заманның дауылпазы болды. Абайдан кейін қазақ поэзиясына жаңалық қосқандардың ішінде орны бөлек. Таудағы тасқындаған ағын судай, өлеңім басталады таудан одай. Әсемін әңгіменің көп таратқан, айтылмай қалған екен тау мынадай. Көк орман көркем тоғай маужыраған, сұлудың көзіндей көл жаудыраған, малтатас маржан ақық меруерт тас, төгіліп көк жиекке саудыраған. Сәкен Сейфуллиннің сұлулық, тазалық идеялы, сұлулық пен әсемдіктің ғаламат символы Көкшетау. Көкшетауды әнге, жырға қосқан ақын, әнші, жыршы, сазгер қазақта аз болған жоқ. Біржан, Ақан, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Мағжан. Олай болса, бір сәтке Сәкеннің Көкшетауына серуендеп қайтайық. Қазақтың сал-серлеріне арналған өлеңдерін тыңдайық. Әли Жанаділов, Нұрбек Артықбаев, Мейірхан Аманжолов, Асқарбек Бекболов, Алтынбек Арыстанбек. Көкшетау. Арқаның кербес сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуған жауын. Жан жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын. 80 көл Көкшетаудың саясында, әрқайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісті, көкірек қанша жұтса тоясың ба. Ырғалған көкке бойлап қарағайы, қасында көк желекті аппақ қайың. Жібектей желме шарпып төңіректі, балқытып мас қылады иіс майы. Қарағай биік шыңды қиялаған, еш адам оны барып қия алмаған. Жаңғылдап тау жаңғыртып шыңға қонып, жалғыз-ақ көк қаршыға ұялаған. Біржан Сал. Қазақта даңқы шыққан Біржан ақын, келтірген сұлу өлең сөздің нарқын. Сан топта сан жүйрікпен жарысқанда, келмеген қалпылана ешкім жақын. Қазақта кім білмейді Біржан Салды. Ағызған қызыл тілден шекер балды. Сан топта сан ақынмен жарысқанда, үздік көп бәйгені Біржан алды. Қазақта даңқы шыққан ақын сара, бәйгеден келген талай жеке қара. Біржанмен шаршы топта айтысқанда, одағы қылалмаған ешбір шара. Біржандай болмайды тауылында, сол кезде еш қазақтың ауылында. Ақынның моласта жолаузында, туып өскен тауының бауырында. Балуан Шолақ. Тағы да бір қажа бер Балуан Шолақ. Бір қолы отқа күйіп болған молақ. Цирктің көрін деген балуанын қиратқан қабырғасын жалғыз қолап.
қап-қара, күшті дене құйған шойын, топшылы тау бүркіттей бұғы мойын, қайраты күшіменен таңғарлалық, цирктің шыққан бүктеп талай дөйін. Ән шырқап, құйқылжыты өлең айтып, қазақтың думан қылған талай тойын, көрсетіп, еліктіріп, бозбалаға құйғытқан ат үстінде сан түрлі ойын. Шығарған талай әсем әнмен сарын, жүрекпен ыстық қанын айтып қайлын, әсерлі өлеңдері әнмен айтқан толғанып суреттеген ашық жан, күрілдеп, сыймай қоңыр лашығына, шығарған әнмен өлең ғашығына, шығарып ғалияны жұртқа жайған, күйініп ғашығының қашығына, әлінті ғалияға жұрттың бәрі тыңдаса мез болады жаспен кәрі. Ыбырай, әнші бар Көкшетауда талайыры, Ыбырай топ жарғанның ода бірі. Қаңбақша қыз бозбала қағып алып, жайылған талай әсем әнмен жыры. Өз ақын, ән шығарғыш домбырашы, сауықтың жан думаны болған бірі. Ақыры барыстандай ән салады, Ыбырай жүйрік тарлан әлі тірі. Кең алқым, кең көмейлі даусы керней, ақырмай ән салмайды көкірек кермей. Астына алты қырдың естіледі, шырқаса екіленіп құлаш сермей. Ән салса алқымсып құйқылжиды, бәйге атша алып қашқан ырық бермей. Айнала айдың көлге естіледі, шырқаса екіленіп құлаш сермей. Әні бар гәкку деген аңқылдаған, аққудай айдың көлде қаңқылдаған, үгідай қалдырған мен маңман керін, ырғалтса керней даусы саңқылдаған. Ақан сері, тағы да үздік шыққан одан бері, зарланған сырлы мінез ақан сері. Зарлан мен көркем күйме сырлы өлеңмен, шарықтап өрлеп көкке шыққан жері. Құбылған аны көркем гауһар түрлі, күйлеген нәзік сезім жұмбақ жырлы. Махаббат қасіретін күйгіп шерткен әндері өлеңдері нәзік сырлы. Ырғалтып шырқағанда көркем әнін келтіріп нәзік нақыс әннің сәнін. Әндері махамбетпен үш-төрт қыз елтіткен тыңдаушының жанымен тәнін. Мәскеуге, көрнекке жұрт барысқанда, әр жақтың бар өнері жарысқанда, әр елдің әншілері театрда әндерін көп алдына салысқанда. Көпшілік талай әнге онша бақпай, отырған талай әнін бір жақпай. Салғанда ақан әнін башқұрт қызы әлеумет тыңдай қалған кірпік қақпай. Сол сында ақан әні парыз деді, көлдегі аққуаны тәріз деді. Ақанның үш-тоты мен сырым бетін таңғалам естігенде Париж дейді. Ақынның өмірінен сыр шертетін деректерге кезек берейік. Қадыржан Бұхарбаев, Раушан Жақсылықова, Жансұлу Абидолла, Рахима Мұратова, Әліби Алпысбаев, Қарақат Темірхан. Сәкен Сейфуллиннің азан айтып шақырған есімі Сәдуақас болады. Бірақ ол мансап жолына Сәкен есімімен келеді. Оның тар жол тайғақ кешу атты роман туралы оның серігі әрі досы Сәбит Мұханов былай деп жазған. Тар жол тайғақ кешу ол бір жағынан оқиға, бір жағынан саяси туынды, ал бір жағынан қызықты оқушыны жаулап алатын әдебиет шығармасы. Сәкен Сейфуллин Қазақстан жазушылар одағын құрушылардың бірі. Және де өмірінің соңына дейін сонда билік қызметін атқарған. Сәкен Сейфуллин қазақ жазушылар арасында ең алғаш болып трудовой красное знамя орденімен марапатталады. Сәкен Сейфуллин қазақтан шыққан алғашқы премьер-министр болған. Өзінің 25 жасында тұтқындалып, атаманның азап вагонында 47 күн азап шегіп, омбыдағы Колчак түрмесінен қашып шыққан. Сәкен Сейфуллин Анненковтың түрмесінен қар таситын шана арқылы қашып шыққан. Ол туралы өзінің «Тар жол тайғақ кешу» атты романында баяндаған. Олар екі жекені куәлік ететін құжат іздеп тауып алып, тұтқындалған Аустрия азаматтарымен келіскен. Арестанттар шанаға қашқындардың біреуін отырғызуға көнген. Сол кезде Сәкен Сейфуллин: «Мен шанаға өңіме жаттым. Үстіме ауыр қар түсті. Қардың үстіне тақтай қойылып, адам отырды». Сол кезде Сәкен Сейфуллин 1919 жылы сәуірдің 3 күні омбыдағы Колчак түрмесінен қашып шыққан. Сәкен Сейфуллин туған жеріне жету үшін 900 шақырым жерді жаяу жүріп өтеді. Бірақ та белгілі бір себептегі байланысты туған топырағында ұзақ уақыт аялдай алмайды. Большевиктердің қолдауымен билік басына қайта келген Сәкен өз алдына бірқатар міндеттерді қояды. Солардың бірі қазақтың қырғыз емес, қазақ деп қайта аталуы, яғни тарихи атаудың қайта жандануы болатын. Гүлбахрам 7 жыл бойы отан сатқындарының әйелдерінің Ақмола лагерінде өмірін өткізеді. Оның ағасы Абдулла сол уақытта ең танымал инженер-гидроматор болып жұмыс істеді.
Гүлбахрамның Қаскелеңге көшу себебі де Абдулланың арқасында. Және де Абдулла Алматтағы пәтерін Роза, Зейнеп және София кішкентай қыздарын Гүлбахрамға аманат қылып тастап кетеді. Өзі Челябинск қаласына гидроэлектрик болып соғуға кетеді. КСР жазушылар одағы съезінде Сәкен Сейфуллин қазақ халқының әдеті мен салт-дәстүрін білмейтін орыс жазушыларын сынға алған. Айрықша көп ырыс естіген бұл Всеволод Иванов пен Виктор Шкловский еді. Всеволод Иванов азиат елдері туралы көп жазады. Алайда оның шығармашылығында кіші елдерге қараған шонжарлық әдеттер байқалады. Кейде Иванов оларды есуас етіп белгілейді. Ол тіпті географияны білмейді, Қазақстан қайда тұрғанын, қазақтар кім екендігін білмейді. Жайылмаған ақ дастархан. Сәкен мен Гүлбахрамның ұлы Аян бір жасқа толайын деп жатқан кезде той ұйымдастырылған болатын. Соған Сәкен мен Гүлбахрам көп тер төгеді. Және де Гүлбахрам арнайы сол тойға байланысты үстел басына жайылатын дастархан сатып алған болатын. Алайда ол дастархан жайылмай қалады. Өйткені 1937 жылы 24 қыркүйекте Сәкен Сейфуллин тұтқындалады. Және де 2 жылдан кейін НКВД-ның қабырғасында ол ату жазасына кесіледі. Және де оның інісі де сол күні жоғалып кеткен болатын. Ал кейін сол тұтқындаушылардың әйелі лагерлерге жіберіледі деген қауесет тарайды. Яғни Гүлбахрам Ақмола лагеріне жіберілген болатын. Және де ол жолға өзінің баласын Аянды да алып кетеді. Алайда жолда иістенген лық толған вагонда баласы Аян қайтыс болады. Кейін Гүлбахрам Көкшетауда өз баласын жерлейді. Және де Гүлбахрам Сәкеннің жеке заттарын сол ақ дастарханға байлап, белінде байлап ұстап жүреді. Кейін 1957 жылы Сәкен Сейфуллин ақталғаннан кейін сол ақ дастархан қонақтарға жайылатын болатын. Сәкен ең алдымен өлтірек дегенді білмейтін адам еді. Оның досы да дұшпаны да көп болатын. Олардың ешқайсысы не бұрын, не қазір Сәкеннің жалған сөйлегенін, не көрдік, не естідік демеуге тиіс. Сәкен өте уәдешіл кісі болатын. Ол уәделі ісін бұлжытпай дер кезінде орындайтын, екі сөзді айтпайтын деп оның өмір бойы қол сасып өткен досы Сәбит Мұқанов жазған еді. Анаға хат, анаға жауап өлеңдерінде аналық бауық махаббаттың, сағыныш мұңның, өкпе наздың, жүрек қылын шертер, көзге жас үйірілтіп, ет жүректе ел жүретер нәзік лирикалық сезім аса сәтті бейнелейді. Ендеше, осы өлеңдердің негізінде дайындалған көрініске кезек берейік. Көрініс ананың хаты. Ағас, сізге хат. Байғұс ана хат жазыпты. Депті: балам, сағындым, ұмыттың ғой бізді тіпті, бір келмедің, не қылдым? Жас күніңде көп өлеушем, сен әлделеп тербетіп, арманым жоқ деп ойлаушем, қалқам өссе ер жетіп. Қызық еді ойыңдарың, бәйге тігіп жарысқан, ұзын шыбық сойылдарың жаумен ел боп алысқан. Пәлен жерде сені сырттан ұлық болды деседі, ағайынның естіп жұрттан гулеп желдей еседі. Қалжырадым, сағындым мен, бір кеп көрін көзіме, ұмытқандай не қылдым мен, жауап қайыр сөзіме. Амансың ба Байғұс апа, денің сау ма әпке? Қайтардың ба болып қапа, әжемдей болып тәпке? Қалжырадым, сағындым деп, елге қайт деп жылайсың. Ұмытардай нағылдым деп, тез хат сал деп сұрайсың. Апау, ол не қайғың тағы? Неге сонша қапасың? Балаң қайда жүрсе дағы, неге ұмытсын апасын? Әлі есімде мені талай, аш бауырыңа басқаның. Ұмытылады айтшы қалай, талай тамған жастарың. Қайт деп апа жылай берме, жүремін ғой жазға. Жазғы тұрым бара мерге, қарт берсе, рұқсат.
Рөлдерді сомдағандар: Сәкен Сейфуллин, Бауыржан Жақсылықов, ана Камила Табынбаева, хат тасушы бала Ерғалиев Исмаил. Сәкен Сейфуллиннің 1927 жылы Тар жол тайғақ кешу атты мемуарлық романы, 1928 жылы Жер қазғандар повесі, 1933 жылы Альбатрос кітаптары жарияланды. Ақын махаббаттың арман аңсары мен құпия сырларында сұлу табиғатты куә етеді. Тау ішінде біздің жақта жазғы түнде өлеңдеріне осы сипаттар тән. Оларда туған өлкенің сырлы табиғаты, жастардың жүрек құпиялары, ынтық сезімдерімен жарастық тауып, оқырманды ерекше әсерге бөлейді. Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әніне кезек берейік. Орындайтын Азамат Қорғанбай, Бауыржан Жақсылықов. Ақсақ Киік, Ақбала Ақылбекова, Ақмарал Көптілеу. Аққудың айырылуы, Азамат Қорғанбай, Мұбарак Тыныштықбай. Арқаның бетпақ деген даласы бар. Бетпақ, шөл, ойлы-қырлы банасы бар. Сол жерде ел жоқ, күн жоғысы көнген, жәндіктің киік деген баласы бар. Бетпақта қысы жазы ел болмайды. Ел жайлау, өзен яки көл болмайды. Бұтасы қубай алыш қара жусан, көгала бетегелі бел болмайды. Бетпақтың көлден еңі 8 көштік. Сайланып, қыс ішінде талай кештік. Азамат, ат пен айғыр атан ғана, шыдар деп қоста отырып талай дестік. Бетпақта елсіз, көлсіз өсіп өнген, жалғыз ақ киік құлан шөлге көнген. Қазақтың малдарындай қыбырласып, әр ойдан топ-топ болып жуса бөлген. Бетпақтың көкпек жусан шөбі сүйіп, сол шөпті қорек қылған байғұс күйік. Таны әппақ екі көзі мөлдір қара, тигенде емес адам өзі тиіп. Киікті қазақ жеңе дейді бөкен. Бетпақты бұл бейшара қылған мекен. Бөкенді атып мерген өлтіргенде жазасыз жан өлді деп ойлайм екен. Бөкендей сұлу анды мен көрмедім, өзге анды жануарға тең көрмедім. Көздері мөлдіреген ақ бөкенді адамның баласынан кем көрмедім. Қап-қара екі көзі мөлдіреген, әдемі екі танау желбіреген, елеңдеп жас балаша жалтандайды, жер түрткен жусаннан да седіреген. Азайды соңғы кезде байғұс бөкен, мың-мыңдап баяғыда өредікен. Бұл күнде келе жатқан жолаушыға кез келеді анда-санда саяқ екен. Арқада бір жер бар еді, жібек самал саясы. Саяда бір көл бар еді, сырлы кесе аясы. Маржан құма күміс суы, көледі кең айнадай. Мұңыратқан торғын буы, көк кестелі айнала. Қалың топ-топ алшық серек, жасыл қамыс тестесі. Бейне қолмен салған ерек көлдің жасыл кестесі. Әдемеді мөлдіреген, айна көлдің көрнегі. Су бетінде елбіреген, ақ шашақтар ермегі. Бай шымылдық жасыл құрақ, қалың біткен тоқырақ. Кеде құла жасырына шымылдыққа судырады. Айна көлді мекен еткен, бір-екі аққу бар еді, мақсатына бірге жеткен, екі ғашық жар еді. Шоқ қамысты жыбыр еткен, аққу кербес елеріме, құрттан қорықса қыбыр еткен, көл шетіне келеріне. Кешікпейді шоқ қамыстан, жасыл ұшқын жарқ етті, ақ түтін мен оқ қамыстан, қорық атылды шаңқ етті. Кім бүйтті кен көлді жарып, суық жүрек шіркін ай, айна көлді оқпен қарып, соққанда айғып кеткен жайын. Ақ деді деп көл селк етті, ақ деді аққу жаным ай, қыларын оқ қылып кетті, неге бүйттің залым ай. Төп көздеді сұрша мерген, шын сұлудың нақ төсін, селк етті аққу мұрша келмей, басып қалды ақ төсін. Төсін басып бір ұмтылды, жатты жайып құшағын, шоқ қамыстан тұрам толды, мерген алып құшағын. Айна көлге жылап ақты, әппақ төстен қызылқан, қош жаным деп қанат қақты, үзілді тез шыбын жан. Аққу көрді ойда жоқта, бір пәленің кергенін, ғашығының ұшы боққа, жау қолында өлгенін.
Сұр мергенге төсін ашып, мені де ат деп жалынды. Қып-қызыл қып қолын қандай, ақ сұлудың қанына. Мерген кетті шыдай алмай күйіктінің зарына. Мерген кетіп бара жатыр, алды артына қарамай. Ақ қудаңдып атқан батыр, тағатуға жарамай. Өлімді де шіркіні қашып, сүйгенімен бір көрді. Жан күйігін мәңгі басып, жұбайымен бір көлді. Шіркін ғашық жан жолдас, тастауға енді қимады. Мөлдіреген көздің жасын, моншақта тықтимады. Тау ішінде әніне кезек берейік. Орындайтын Азамат Қорғанбай, Жақсылық Бауыржан. Сәкен поэзиясы көп қырлы. Ақын шығармашылығында туған жердің сұлу табиғаты, отанға деген сүйіспеншілік, ел тағдыры, өмір, достық, жастық тақырыптары кеңінен орын алады. Ақын бірде қажыма, ер көңілім бәрі детер, сан азап бір күнгідей болмай кетер. Қара түн басып тұрса алды-артыңды жарқырап ататын таң әлі-ақ жетер деп қамауда қайғыда өткен көңіліне қайрат, жігер беретін өлеңдерін жазады. Ал бірде уа кең дала, еркін байтақ ен дала, құшағыңды аш, төсіңді аш, төсіңе мені қысып деп туған жерге деген ең ыстық жалынды сезімдерін білдіреді. Ендеше ақын өлеңіне кезек берейік. Дастан Қасымжан, Оқжетпес. Көк торғын Көкшетауды мұнар басқан, бастары көкке ойлап бұлттан асқан, бір шыңбар етегінде найза адамзат жасағандай құйған тастан, сүп сүйір бейне найза шыңғыз биік, төбесі кейде тұрат бұлтқа тейіп, қарасаң етегіне шыңбасына тақияң жерге түсіп тұрған кейіп, тіп-тік шың көкке қарай кеткен бойлап, тұрғандай таусылмайтын бір ой ойлап, жалғыз ақ шыңбасына ноқаттай боп құйқылжып қалықтайды бүркіт ойнап.
басына атсаң дағы оғың жетпес, иіліп ешбір тауға тәжім етпес. Сол шыңға жан шықпаған ұя салып, шаңқылдап қашқамен бүркіт кетпес. Осы шың Бурабайдың жағасында, күн батыс тауға кірген сағасында, орта жүз хан Абылай заманында айтарлық бір спорты тағы осында. Басқан ізіне гүл өскен ақын, жүрген жеріне жыр ескен ақын. Тар жол тайғақты кешіріп басынан бақыт жолында күрескен ақын. Самғап ұшқан арқадан сұңқар сәкен, асау мінез ақиық тұлпар сәкен. Алты алаштың көсемі шешені сен, тең келетін өзіңе кім бар сәкен? Сәкен Сейфуллин айтулы ақын, қарымды қаламгерлігімен қатар көрнекті қоғам қайраткері. Қызылдардың жушысы болып жүріп ақ, қазақ үкіметін басқарған тұста қырғыз атауын қазақ деп түзетуді именбей көтеріп, қазақты қазақ дейік деп мақала жазып, атымызды қайтарып бергеннің өзі ұлының ұлысы деп білеміз. Сол секілді қазақ тілі туралы декрет қабылдауға ұйытқы болғаны және бар. Ендеше қазақтың асқақтығын, болмысын паш ететін күмбірлеген күйге де құлақ түрейік. Күй, өрлеу. Орындайтын Мирхан Аманжолов. Сәкен Сейфуллиннің өмір жолы өнегелі әрі қайғылы. Ол найзағайдың жарқылы немесе дауылпаздың самғауына ұқсайды. Оның шыншылдығы шын жүрек шыншылдығы. Сондықтан оның жолы әр адамын санап басқан кісінің жолы емес. Ылдиы бар, өрі бар өмір жолы. Ыстық қанды нағыз ақын жолы. Деп Мұхтар Әуезов айтқандай, ақын өмірінің тауқыметі мол болды. Қарамай көк дауылға аласұрған, жол тауып жауған оқтың арасынан, ол ұшты арманына қанат жайып, қазақтың дауылпаз боп даласынан. Алды ол жауынгерлік жылдан азық, каналын поэзия жылдан қазып. Өмірде өлмейтін боп қалды Сәкен, өшпейтін келешекке жырлар жазып. Алтынай Набиева, Орман, Айза Жанабаева, Сырсандық. Орман міне мұның дәні кейде жұмсақ, кейде шоқ, кейде тынық, кейде сылық, кейде дауыл, гу-тегу. Қалың орман ойға толған тұнжырайсың иіліп, еңбек сырлас сәулем құрдас әрбір рудан жиылып. Жоқ бір қалып, кейдер қалып, сен де көлше шулайсың, баста шайпап, желді жайпап, аласырып тулайсың. Кейде қыбыр, кейде жыбыр, кейде жұмсақ желбіреп, көйлегім көк өрнегі көп құлпырады елбіреп. Қарағайым, жұпармайым, жібек жемнен алқайды, жұпар шаштың көкірек аштың, мас болып тәні балқайды. Мас қылады, жас қылады, жұпар есің жүректі, дертке дәрмен, тасқын әрмен, жігерлейсің білекті. Сырсандық. Шырқ айналар шіркін тауық, жемін болса қолында, қайтағысы сені тауып, топырлайды жолында.
досымын деп ант етеді. Жем іздеген жанама, жем таусылса жалт береді. Сенерлік дос санама. Нағыз достар бір-ақ қалып, шындап берік сүйіскен. Бір-біріне сыр ақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың тосақ ақтарған. Кейде ашуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға ән керек. Кей шертіге анда-санда сырласарлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын. Суреттерге тауға кетіп, суретті ептеп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал қымбаттым. Қалын зеңгер, құзды шаттар қалыну. Сар құрайды мұз бұлақтар удашу. Нуда бір шын, түптік сұңғақ бір бейе. Шын суретті бейне жұмбақ, тұрғандай көп сыр жиып. Қазақ әдебиетінің тарланы Сәкен ақынға арналған кешіміздің қонақтары мектеп басшысы Нұрбек Қамбарбекұлына және ақын Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының директоры Гүлжайнар Нәренқызына сөз кезегін береміз. Құрметті оқушылар, ұстаздар, мына Құсайынов